Бүгінгі влог тақырыбы домбыра жайлы қозғағым келіп отыр. Алғаш рет домбыраны мен 7-ші және 8-ші класстардың арасында мектептегі үйірмеге қатыстым. Қазір оны оқимын. Сол кезде менің Әлшер деген класстасым досым, ол уже 4-5 жыл домбыраға қатысып, домбыраны жақсы тартатын еді. Сонда ол домбыра тартқан кезде әлем тартып, көптеген мектептегі үйірмелерге, шараларда домбыра тартатын еді. Соған мен қызығып, және де әр қазақ домбыраны білуге тиісті деп домбыра үйірмесіне қатысқан болатынмын. Бірақ ең бастысы ол емес. Мен Әлшермен домбыра үйірмесіне барғаннан кейін апаймен сөйлестім, жақсы қазатын болатын деді. Содан кейін мен қасымдағы балдардан «Как біз өмірдің гүліміз», «Еркемай» секілді қысқаша өлеңдерді жазып алдым. Содан кейін маған қағысты қалай тарту керек екенін, қалай ұстау домбыраны қалай ұстау керек екенін барлығын үйретті. Барлығымыз бірге тарттық, мен тыңдап отырдым. Содан кейін мен «Тепеңөк» деген қысқа да нұсқа күйді жаздым. Кішкентай күй, бірақ сонда «Тепеңөк» деген күйді жазғаннан кейін мен «Сағасы» дегенді бөлек күй, «Тепеңөк» деген бөлек күй, «Сағасы» деген бөлек күй деп ойлап жүрсем, сол кезде шыққан кезде Әлшер жоқ, олай емес. «Сағасы» деген яғни күйдің жалғасы. Мен екі күй жаттадым десем, олай емес екен, бұл күйдің яғни жалғасы, өлеңдердің қайырмасы, қайталауы секілді. Осындай қызықтар басым өткен болған. A few moments later. Мен ағылшынға келе жатырмын, және мен қазір кешіктім. Сағат 5-тен 10 кетті ма? Негізі ағылшын 5-те басталады. Автобусты 20 минутта күттім. Негізі аптасына ағылшын 3 рет болады. Қалған күндер үйде болғасын, блог аса қатты қызық болмайды. Сондықтан да тек қана ағылшынға барған кезде ғана блогта түсіремін. Eco tap. Eco tick. Eco tap. Eco tick. Eco tap. Eco tick. Eco tap. This Tico he's a cuckoo in my car. Мана мен ағылшыннан келдім, енді бұйырса ертеңгі күніме план жазбақшымын. Негізі мен көбінесе таңертең жазатын едім, бірақ та бүгін бірінші рет кешкі жазбақшымын. Енді барлығы біз ойлағандай болмайды, бірақ та әр адам өзінің уақытын тиімді пайдалана білуі қажет. Мен бұл кітапты оқып болдым, және де 10 балдан 6 бал. Егер де сіз Instagram саласын жаңадан бастаған болсаңыз, сіздерге кеңес беремін. Сәлем достар, мен домбыра тартайын жатырмын.